Ойла достар, мен бұл видеоны монтаждаудың өзіне қорқып отырмын, өйткені қазір монтаждаған кезде айнадан бірдеңе көрініп қалмай ма екен деп қорқып жатырмын ше. Негізі бұл мен жасауыммен келген шкаф қой, енді 7 жыл болды пайдаланып жүргенімізге. Негізі айнаны сындырдым бүгін, өйткені соңғы бір аптаның көлемінде екі қызым, түнде шошып оянып, орта жастағы, 3 жастағы, то есть ортаңғы қызым айнаға қарап түнде жылайды. Қорқып қайта жылай береді. Содан бері бала шағам түнде шошып ұйықтамайтын болды. Сосын бүгін алдымда айнаны сындырып тастадым. Мен айнаға қатысты қандай наным сенім бар екенін білмеймін, десе де сындырмауға басқа амалым болған жоқ, өйткені түнде осы айна өзінен өзі ашылып қала береді. Қанша жерден түнде бетін жауып қойсақ та, негізі айнаны осы екі әлемді қосып тұратын бір параллель портал деп айтады екен. То есть әртүрлі нәрсе көрінуі мүмкін деген сияқты. Сосын маған бір подписчигім жазып жіберіпті. Бір рет ұйықтап қалдым, осылай шифонердің айнасына қарап оянып кетсем, күйеуімді қылқындырып жатыр екенмін дейді да. Мен ойлаймын, бұл өте қорқынышты дүние шығар деп, сол себепті айнаны алдымда бүгін сындырып тастадым. Біреу сындыруға болмайды деп айтты, бірақ сіздер айнаға қатысты